Сәлем достар, сіздермен Бекзат, менің арнама қош келдіңдер. Бүгінгі видео бізде слайм жайлы болады. Яғни слаймды қалай үлкейтуге болады және оны қалай ешқандай қиындықсыз 1-3-4 секундтың ішіне қалай жұмсата салуға болатын жайлы айтатын боламын. Ал олай болса біз бастаймыз. Біз мынандай кішкентай слаймды үлкейтетін боламыз. Оған небәрі бізге әрине су, ең қарапайым су керек. Суды өте көп құйып қойсаңыздар, онда ешқандай қиындық тумайды. Ол үшін тек қана клейді кішкене құйсаңыз, слайм жап-жаңа болып шыға келеді. Иісі бір түрлі болады, сондықтан біз оған мынандай любой шампунь немесе гель для душа құя саламыз. Біз енді осыны сумен бірге ұзақ араластырамыз. Бұл сіздерде ұзақ уақыт алуы мүмкін. Достар, бұл слаймды үлкейтетін кезде үлкен ыдыс алыңыздар, себебі су жан-жағына төгіле бастайды. Мінеке достар, мен слаймды араластырып болдым. Ол мынандай жерге дейін үлкейді. Қолыңызда жабысатын болса, онда борная кислота немесе борная кислотаны кішкене қойыңыз. Ал мен бұл слайм өте қатты жаңағыдай су сияқты болып кеткенге, мен оған кішкене клей қосқан болатынмын. Өте сондықтан сіздер де осындай кішкене клей қосыңыздар. Ондай қатты жабыспайды. Жақсы дауыстан шығарады. Сендерге осы видео ұнаса, ұсақтың жоғары белгісін басып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Слайм рецептерін көп көргілеріңіз келсе, онда осы видеода 200 лайк жинаңыздар. Сол кезде менің арнамда өте көп слаймдар жайлы видеолар шығатын болады.